Қазақтың ғарыш қақпасы саналатын Байқоңырдың жағдай сын көтермейтін. Енді міне жылдар бойы жөндеу көрмей, тозығы жеткен қала ақырындап жанданып, жолдар жөнделіп, халыққа жағдай жасалып жатыр. Өңірдегі оң өзгерістерді қала тұрғыны видеоға түсіріп жіберген екен, ендеше көрейік. Ширек ғасыр жөндеу көрмеген Байқоңырдың тамырына су жүгіріп, бірқатар салаларда жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қаланың басты жолдарына толықтай асфальт төселіп, жол жиегіне жақтаулар қойылды. Бас ауырып балтырсыздағанда тұрғындарға аурухана пайдалануға берілді. Мұнда Төртам және Ақай ауылының халқы да ем қабылдай алады. Сонымен қатар Сырдария өзенінің жанындағы демалыс аймағы адам танымастай өзгерді. Әр тұрғын үйдің алдына балаларға ойын алаңдар салынуда. Қалада 2,5 мыңнан астам халық пәтер кезегінде тұр екен. Осыған байланысты қала шетінен 50 пәтерлі 5 тұрғын үй салынып жатыр. Оған республикалық облыстық бюджеттен қаржы бөлінді. Көп ұзамай 250 отбасы пәтер кілтіне ие болады. Сонымен қоса 225 орынды жаңа балабақша бой көтерді. Аталмыш орда келесі жылдың басында пайдалануға беріледі. Міне 74 мың тұрғыны бар Байқоңырдың болашағын осы істерге қарап болжаса болатындай. Айта кетейік, еліміз ғарыш саласына да көп көңіл аударуда. Осы орайда бәйтерек бірлескен Қазақ-Ресей жобасы іске асырылады деп жоспарланды. Думан Кеңшілік, Нұрасыл Алдан, арнайы елден хабар үшін.